Мына осы ешкілер барлығы да Аллаға шүкір жақсы, өте таза қанды занендер, өте ірі, биік. Кез келген голландский занендерден асып түспесе кем емес. Мына черный бриллиант альпилар, бұлар гамбургский линиялар. Мына нубийский тоже керемет линиядан. Но камори нуб, мына отборный, барлығы әртүрлі породадан бар. Жақсы қанды ламаншалар бар. Но альпийский, чистопородный, құжатымен теге. Бұжына әр неген бөлек-бөлек қойғам. Баған деген нубтарға бөлек нубийский теге. Занен альпиларға альпийский пиакок теге. Осылайынан қойғам. Мына. Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік. Мына осындай керемет. Осындай керемет нубийский породада таза қанды. Мына и сонымен қатар альпа нубийский породадағы занен нубийский порода. Осындай ешкі текелерімен, мына чистопородный англо-нубийский текесімен осылай сатылады. Чик-чик-чик. Мына барлығы өте жақсы, желін сабалары барлығы керемет. Мына отборный. Енді мыналарды мен не үшін көрсетіп жатырмын? Қазір бұл дайын бизнес план, яғни дайын бизнес проект. Құдай қаласа осы ешкілерді алған қазір мына жартысы, қазір тағы да жартысы бар, оны да көрсетем. Міне осыларды барлығын бір жерден алған адамға сүтті қалай сатуға болады, және де жаңдегі пайдалы жолын, қандай жағымен доход көп түседі, сол жағынан жаңдегі не жасаймыз, сопровождение жасаймыз, жақсылап үйретеміз. Одан кейін осынау барлығын бірге алған адамға осынау түсірілген шөптері бар. Мына жерде дробилка бар. 3 в 1 дробилкасы бар. Сол дробилкасымен бірге бүгін жауын жауып, соны үстін жауып қойған ғой. 3 в 1 дробилкасымен үйде бар жем шөбімен барлығын бірге жібереміз. Егерде жаңдегі не болмаған жағдайда, қаржы болмай тұрса, жартылай бір жақсы автокөлік болса, сол жақсы автокөлікке есептеп олайнан да алуға болады. Менде қазір басқа да жұмыстарымның шығуына байланысты бұларды қазір қарауға мүмкіндік болмай тұр. Барлығы асыл тұқымды. Мыналардың өздері проценттері өте жоғары. Альпа нубийский, занен нубийский. Мына занен нубтар вообще керемет міне. Өте ірі әдемі занен нубтарда. Қазір мына жақта ешкілердің жартысын енді көрсетемін. Әлі бар. Міне. Мынаны қарасаңызшы, мына нелер нубийскиларда өте тамаша. Бұл дайын бизнес план. Қалай табысқа жетуге болады, сүтті қалай сатуға болады, соның барлығына үйретеміз. Қалай сатқан тиімді, жәндегі біздің жасап жатқан жұмыстарымыз қалай тез пайдаға шығуға болады, сол жөнінде толық ақпарат беретін боламыз. Бұл кез келген мал ұстасам екен, жәндегі қой болсын, ешкі болсын, енді кез келген малда пайда бар. Бірақ дегенмен де сонша пинетіңізге арзайтын осыны асыл тұқымды ешкі саласында пайда көбірек. Оны қандай екендігін барлығын түсіндіріп өтетін боламыз. Жеке нақты алушы хабарласатын болса, қалай пайдаға шығуға болады. Себебі ол сиыр бағып, қой бағып, оларда көпте пайдадан алмайсыздар. Сіздердің просто уақыттарыңызды, шығын өз-өздеріңізді алдау. Ешқандай төрт-түлік малдың жаманы жоқ. Дегенмен де енді қазір дамыған заман болғандықтан, жем шөп барлығын сатып алып отырғандықтан жақсы пайдаға шығатын жағын қарау керек. Сол пайдаға шығатын табысты кәсіппен айналысу керек. Сол жағында осы ешкі, асыл тұқымды ешкі саласы қазіргі кезде өте жәндегі жоғарғы, пайдасы жоғары сондай кәсіптердің бірі болып табылады. Егерде түсінген адамға, оның өнімін саталған адамға. Одан кейін тағы да бір жолды айта кетейін. Мысалы үшін бұны ешкілердің шатыс қазіргі кезде мықты текесін әкеп қосаттағыны, жәндегі қарапайым ешкілерге сөйтеттағыны арзан қылып 50 мыңнан 100 мыңнан сатады. Сөйтетті оны көпшілік кәсіп бастайым деген адамдар тұраттағыны, ой мынау арзан қой. Мысалы үшін осыларға біреуін алған жәндегі бағыға мен анадан 3-4-еуін алам ғой деп солайынан ойлайды. Сөйтет тағыны 50-60-ын сондай шатыс, патыс, мұсыр дейді былай жетқанда.
сондай малдан алып алады. Сөйтіп ешкі кәсібінде ешқандай өнім болмады, мен ұтылдым дейді. Әрине ұтылады. Себебі сапасы жоқ дүние қашанда мардымсыз болады. Ол тек қана өзіңізді алдау болады, малдың санын құрап қана жүреді. Сол себепті осындай сапалысына, ол жәндегі сапалы дүние қашанда бағасы жоғары болады. Бірақ дегенмен де қазір енді менен барлығын бірге алған адамға мен өте тиімді бағамен келістіріп жіберемін. Және де айтып отырмын ғой, егерде қаржыларыңыз нақты болмай тұрса, жартысын жақсы автокөлік, тағы да айта кетейін, жақсы бір шашылып қалған, ремонт болатын ондай автокөлік емес. Жақсы адам міне алатындай. Себебі мен басқа қалаларда аралап жүру керек болып тұр. Менің қазіргі шығып тұрған жұмысым сондай болып тұр. Тендер саласын деді, сонымен әр қалада жүретін болып тұрмын. Соған байланысты, егерде сол автокөлік болса, мен бәрібір автокөлік алуым керек болып тұр. Жақсы автокөлік, мінуге болатын автокөлік болса, соған да есептеп ауыстыруға болады. Енді бір заводтан шығатын бешеный ценасы емес. Сіздерде мардымды бағасы, құлаққа қонымды ценасын айтыңыздар. Соған қарай менде бұл малдың бағасын қол жетімді қылып есептеп, сол көлігіңізге қарай солай беретін боламын. Және де осы кәсіппен қалай айналысу керек, поэтапна қандай витаминдер беру керек, қандай жем-шөп беру керек, рационы қандай болу керек. Одан кейін жәндегі төл алған кезде төлде қандай кездесетін жәндегі нелері бар, қиындықтармен қатар және жеңілдіктері дейді ғой, солардың барлықтарын түсіндіріп өтетін боламыз. Менің өзімнің жәндегі жасап отқан, қалай сүт өнімдерін өткізіп отқанымды барлығын түсіндіріп өтемін. Сол қайсында тиімді пайда болады, солардың барлығын толық түсіндіріп өтем. Міне алам десе, бонусқа мына жем-шөптерімен, дровилкілерімен барлығын бірге алып кетсе болады. Себебі менде қазір 2-3 айға үлкен план болып тұр. Сол планымды орындауым керекпін. Соған байланысты мен осылайынан сатып жатырмын. Былайынша 1 жыл тұратын болса, осылар бірге-бір өздеріне ақшасын қосады. Ол жайында да мен сіздерге толық түсіндіріп өтетін болам. Нақты алушы хабарлассын. Түркістан қаласында тұр. Кез келген өңірге жібере аламыз. 8702 509 9163 нөміріне хабарласыңыздар. Бұлар Россиядан келгендеріне қазір 1 айдан асып қалды. Толық витаминдері, глиссогонный дәрілері, уколдары барлығы салынды. Аллаға шүкір, енді биылға ешқандай дәрумен берудің қажеттілігі жоқ. Тек қана жақсы тамағын беріп отсаңыздар. Міне жақсы текесі де бар. Одан кейін бұларды ауыстыратын жаңа қанда тағы да текешіктері бар. Қазір оларды да көрсетіп өтем. Міне. Егерде нақты маған анау мынау жәндегі несін малын өткізе алмай жатыр, анау мынау деген ондай лишний әңгімені айтпай ақ қойыңыздар. Қызық па, жәндегі табысты кәсіп бастағыңыз келе ма, хабарласыңыз. Егерде қолыңыздан келмейді, кейбіреулер болады, өзінің қолынан дымда келмейді. Былай айтқанда тышқақ алуға да шамасы келмейді, тек қана диванда отырып комментарий жазатындар болады. Ондайлар болатын болса, айналып өтші, сразу айтайын. Міне осыны мал шаруашылығымен айналысқым келіп жатыр. Соның ішінде қайсысы пайдалы, мен соған кіріскім келіп жатыр, соны істегім келіп жатыр деген адам болатын болса, байланысқа шығыңыздар. Мен толық түсіндіріп өтетін боламын. Барлығын мен есім Амантай, Түркістан қаласынанмын. Кез келген өңірге жібере аламын. Одан кейін жәндегі қора жайыңызды қалай ретке келтіру керек, барлығына толық сіздерге кеңес беруге дайынмын. Былай айтқанда пайдаға шығарамын. Бірақ дегенмен де бір айта кететін жайт. Міне нақты мен осы жұмысты жасаймын дейтін, бұл асыл тұқымды ешкі саласы еріншектердің жәндегі кәсібі емес. Нақты жұмыс істегісі келетін, және де мол табысқа кенелгісі келетін адамның істейтін жұмысы. Бұл еріншектердің тірлігі емес. Үйде жатып алып, және де қой сияқты алдына шөбін салып қоям дағына, суын беріп қоям болып дейтін ондай кәсіп емес. Бұл да жақсы еңбек етесіз, зато жақсы нанын жейсіз. Сол жөнінде толық информация беретін боламын. Қазір қалған жартысын да көрсетемін. Міне, мынау жәндегі малдың қалған жартысы. Қалған жартысы, бұл жерде бір 2-3 қана лақ бар. Олардың өздері элитный лақтар. Міне ла-манша порода, өте сүттері дәмді, керемет келеді. Одан кейін мынау камори, камори. Одан кейін жәндегі кімнен? Елена Гамбургтен міне өте қымбат альпийский чистокровный шыбыштары бар. Олар уже боз болуы мүмкін. Міне альпийский текесі бар, заненнуп шыбыштары бар, альпийский ешкілер бар. Міне
Көрсеңіздер, бұл жерде де чистопородный нубийский бар. Таза қанды занендер бар, міне өте биік, керемет, әдемі. Көрдіңіздер ма? Барлығы отборный малдар, кәкір-шүкір мұсырлар емес. Міне осылардың барлығын бір жерден саудалап алып кетемін дейтін кісілер болатын болса, жаңа айтып жатырмын ғой, жартылай көлікке бартерде қарастыруға болады. Бірақ кәкір-шүкір мұсыр болып қалып кеткен, жаңа ремонттан көз ашпайтын көлік емес. Осыған тұрарлықтай сондай көлік болса, адам рахатына мінетін. Сол уақытта болады. Жәндегі ауыстыруды қарастыруға болады. Міне, мысал үшін мыналардың өздеріне, камурилардың өздері бізде 400-500 мың теңге тұрады. Соларды да барлығын бір ценаға бағалап жіберуге болады. Қазір мыналардың бәрі сүттері азайған, себебі биыл Россиядан кіріп тұр. Биыл адаптационный жылы, яғни үйрену жылы. Бірақ сонда да барлығына витаминдерін, глистогондарын, ішек құрт, өкпе құрт қарсы уколдарын бәрін салып қойғанбыз. Міне осы ешкілер бағанда көрсеткен нубийскийлар бар, міне осылар бар. Соның бәрін, ойнама. Соның барлығын бір жерден саудалауға болады. Хабарласыңыздар. Мыналар, мысалы үшін мыналар американский альпилар. Просто ерте төлдеп қойған. Жақсы. Шыбыштар, міне. Теке, енді бомба, енді супер теке. Мына занендер енді сүтті көп беретін болғандықтан, бұлар енді өз-өздеріне келіп жатыр. Себебі қазір бір айдан асты Россиядан кіргендеріне. Міне. Көрсеңіздер, бағандегі нуктар бар, осы ешкілер бар, барлығымен былай айтқанда толық бір кәсіп бастап кетуге өте тамаша мүмкіндік. Бастаймын, осы кәсіп істеймін деген адамдарға хабарласыңыздар. Түркістан қаласында кез келген өңірге жіберуге болады. Кеңдері, міне. Үйретілген. Кел. Давай. Есіктен өтіп кет. Кел. Кел. Кәсіп бастаймын, действительно жұмыс жасаймын деген кісілер хабарласыңыздар. Кейін ерігіп отқандарға ақ жол, мазаны алмаңыздар. Өте табысқа кенелтетін, табысқа шығаратын кәсіп. Асыл тұқымды ешкі саласы.